Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен аяқ басы бұлшықеттері мускулус педистің анатомиясын талдаймыз. Аяқ басы бұлшықеттерін екі топқа бөліп қарастырамыз. Ол бізде аяқ басының сыртқы бетінің бұлшықеттері және табан бұлшықеттері деп бөлеміз. Сыртқы бұлшықеттерге үш бұлшықетті жатқызамыз. Ең бірінші мускулус экстенсор халицис бревис, бас бармақты жазғыш қысқа бұлшықет. Өзінің бастауын бізде өкше сүйегінен бастайды, яғни өкше сүйегінің алдыңғы бетінен басталып, алға қарай бағытталады да өзінің сіңіршесі арқылы бас бармақтың үлкен башпайдың проксимальды фалангсының негізіне барып бекиді. Бұл бізде жазу қызметін атқарады. Келесі мускулус экстенсор дигиторум бревис, башпайларды жазғыш қысқа бұлшықет деп аталады. Өкше сүйегінің латеральды бетінен басталып, алға қарай бағытталып, өзара сіңіршелерге бөлінеді. Екінші, үшінші және төртінші башпайлардың проксимальды фалангтеріне барып бекиді. Қызметі осы башпайларды жазу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет, ол үшінші бұлшықеттер мускулус интероссе дорсалис деп аталады. 4 бұлшықеттен тұрады және бұл бұлшықеттер бізде табан сүйектерінің бір-біріне қараған бетінен басталады және жоғарғы бағытта жүріп, өзінен жоғары орналасқан проксимальды фалангтың негізіне барып бекиді. Және бұл бұлшықеттің қызметі екінші тұрған бұлшықет бізде басқа башпайларды ішке қарай тартады, ал қалған үшеуі бізде башпайларды терісінше латеральды бағытта алшақтату қызметін атқарады. Келесі бізде табан бұлшықеттері. Табан бұлшықеттерін үшке бөліп қарастырамыз. Ол бізде орталық бөлігінің бұлшықеттері, үлкен башпай маңындағы бұлшықеттер және шынашақ маңындағы бұлшықеттер. Немесе үлкен бақай маңындағы бұлшықеттерді медиальды топ бұлшықеттері және шынашақ бағытындағы бұлшықеттерді латеральды топ бұлшықеттері деп атаймыз. Табанның медиальды топ бұлшықеттері немесе үлкен бақай маңындағы үш бұлшықетке тоқталайық. Біріншісі мускулус абдуктор халицис деп аталатын үлкен башпайды алшақтатқыш бұлшықет болып табылады. Табанның медиальды бөлігінде орналасқан және ол бізде өкше сүйегінен басталады. Сонымен қатар қайықша тәрізді сүйектен басталып алға қарай бағытталады және өзінің сіңіршесі арқылы бізде үлкен бақайдың проксимальды фалангісіне және медиальды система сүйегіне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі үлкен бақайды иіп алшақтату қызметін атқарады. Келесі бұлшықет, ол бізде үлкен бақайды бүккіш қысқа бұлшықеттер мускулус флексор халицис бревис деп аталады. Бұл бұлшықеттер бізде медиальды сына тәрізді сүйектен басталады. Сонымен қатар қайықша тәрізді сүйектің табандық бетінен басталып алға қарай бағытталады және латеральды және медиальды система сүйектері және бас бармақтың проксимальды фалангсының негізіне барып бекиді. Бұның қызметі үлкен бақайды бүгу қызметін атқарады. Келесі үшінші бұлшықет мускулус аддуктор халицис деп аталады. Үлкен бақайды ішке тартқыш бұлшықет, екі басы болады, капут трансверсум, эт обликум, қиғаш және де көлденең басынан тұрады. Бұл бұлшықет талшықтары алға қарай бағытталып, екі басы ортақ қарыншаға бірігеді және латеральды система тәрізді сүйекке барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі бізде үлкен бақайды ішке қарай тартып, азап бүгу қызметін атқарады. Келесі бізде шынашақ маңындағы бұлшықеттер. Оларға ең бірінші мускулус абдуктор дигити миними жатады. Бұл бұлшықет бізде кіші бақайды алшақтатқыш бұлшықет болып табылады және бұлшықет талшықтары өкше сүйегінің табандық бетінен басталып алға қарай бағытталады да өзінің жіңішке келген сіңіршесі арқылы кіші башпайдың немесе шынашақтың проксимальды фалангісіне барып бекиді және қызметі кіші бақайды алшақтатады және бүгу қызметін атқарады. Келесі соған дәл параллель бағытта жататын кіші бақайды бүгуші қысқа бұлшықет мускулус флексор дигити миними бревис. Екеуі бірдей параллель келе жатыр және бұл бұлшықет талшықтары бізде 5-ші табан сүйегінің негізінен басталып алға қарай бағытталады және барып бізде өзінің сіңіршесі арқылы мына тұрған проксимальды фалангтың негізіне барып бекиді.
осы кіші бақайдың, яғни шынашақтың проксимальды бақайшығын бүгу қызметін атқарады. Және үшінші соңғы бұлшықет, мускулус абдуктор дигити минимидің дәл астында жатқан бұлшықет мускулус аппоненс дигити миними деп аталады. Яғни кіші бақайды қарама-қарсы қоятын бұлшықет. Бұл бұлшықет талшықтары бізде 5-ші табан сүйегінің негізінен басталады және алға қарай бағытталады да шынашақ башпайының проксимальды тұрған фалангысының негізіне барып бекиді. Кіші бақайды үлкен бақайға, яғни қарсы қою қызметін атқарады. Шынашақ маңындағы бұлшықетке осы 3 бұлшықетті жатқызамыз. Келесі орталық бөліктегі бұлшықеттер, оларға ең бірінші мускулус флексор дигиторум бревисті жатқызамыз. Бақайларды бүккіш, қысқа бұлшықеттер, ол бұлшықет талшықтары бізде өкше сүйегінің медиалды өсіндісінен басталады да алға қарай бағытталады және өз ара 4 сіңіршеге бөлінеді. Ол сіңіршелер бізде алға қарай бағытталады және ортаңғы қатардағы фалангтардың негізіне барып бекиді. Бұлардың қызметі 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші бақайларды ортаңғы бақайларын бүгу қызметін атқарады. Келесі мускулус квадротус планте өкше сүйегінен басталып алға қарай бағытталады және мускулус флексор дигиторум лонгустың сіңірлеріне барып бекиді. Және бұл бұлшықеттің қызметі бақайларды бүккіш ұзын, яғни мускулус флексор дигиторум лонгус бұлшықетімен біріге отырып дистальды бақайларды бүгу қызметін атқарады және мына тұрған сіңіршелердің түзу бағытта қозғалысын реттеп отыру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет, ол бізде табанның құрт тәрізді бұлшықеті мускулус люмбрикалис педис деп аталады. 4 бұлшықеттен тұрады және бұл бұлшықеттердің қызметі 2-ші және 5-ші бақай проксимальды бақайларын бүгу қызметін атқарады және ортаңғы және дистальды бақайларды жазып үлкен бақайға қарай ығыстыру қызметін атқаратын болады. Және соңғы бұлшықет тереңдегі мускулус интероссы плантарис деп аталады. 3 бұлшықеттен тұрады және бұлар бізде табан сүйектерінің бір-біріне қараған беттерінен басталып алға қарай бағытталып проксимальды фалангтың негізіне барып бекиді.